Сәлем достар. Ертеректе бір бала өмір сүрген екен. Ол бала циркті өте қатты жақсы көрген екен. Бір күні сол баланың өмір сүріп жатқан қаласына үлкен цирк келген екен. Яғни ішінде түрлі хайуанаттар, жан-жануарлар неғылады, өнер көрсетеді. Жаңағы циркті қатты жақсы көретін бала әкесіне келіп айтады: әке, бірге циркке барайықшы деп. Содан әкесі ертіп баласын циркке барған екен. Барса, жаңағы циркте өте көп жануарлар өнер көрсеткен. Бірінен бір өтеді. Соның ішіндегі ең жаңағы балаға кішкентай ұнағаны, кішкентай балаға үлкен алып пілдің өнері, пілдің көрсеткен өнері өте қатты ұнайды. Яғни ол алдыңғы аяғын көтеріп, артқы аяғымен тұрады, түрлі жаңағыдай қасындағы жаңа адамның нәрселерін қайталап, түрлі өнерлер көрсеткен екен. Жаңағы балаға өте қатты әсер етеді пілдің көрсеткен өнері. Қойылым аяқталғаннан кейін жаңағы бала әкесіне айтып: әке, жаңағы пілді көргім келеді деп, жаңағыдай кейін қойылым біткеннен кейін аралап пілді келіп көрген екен. Пілді келіп қараса дейді жаңағы бала әкесімен бірге. Үлкен алып піл кішкентай бір қазыққа, жаңағыдай бір шынжыр байланып қойған кішкентай қазыққа не қылып тұр, байланып тұр дейді. Содан баласы сұрайды: әке, мынау қалай деп. Үлкен алып піл, күші көп, қайратты, мына кішкентай бір ғана қазыққа байлаулы тұр. Бұны жұлып кетпей ме бұны деп бала таң қалады. Кішкентай бала. Сол кезде әкесі жауап берген екен: балам, бұл піл кішкентайынан осыған үйретілген. Кішкентайынан оны жаңағыдай жабайы кезден орманнан ұстап алып, кішкентайынан шынжырлап, әбден осылай дәрменсіздікке оны үйретіп қойған деп әкесі түсіндіріп айтады. Ол қанша қимылдап, қанша бұлқынып, шыққысы келіп, кеткісі келсе де, ол кішкентайынан шынжырлап әбден үйретіп тастаған оны. Сол үйретілген нәрсесі кішкентайынан, ой, енді мен бұны үзе алмаймын деген ойында қорқыныш, ойындағы сол дәрменсіздік оның бойында қалып қойған. Енді оның денесі өссе де, мүмкіншіліктері көбейсе де, ол сол ойдан не қыла алмайды дейді, арыла алмайды. Бұрынғы сол кішкентай кезінден үйретіп тастаған дәрменсіздігі оны не қылмайды дейді, бостандыққа шығартпайды деп жауап берген екен. Достар, біз өмір сүріп жүрген қоғамда көптеген адамдар осындай дәрменсіздікте өмір сүреді. Жаңағы айтылып жатқан мысалдағыдай кішкентай бір заттар жасап, кішкентай бір әрекеттер жасап, ештеңе шықпағаннан кейін қолын бір сілтеп, өмір бойы бір сондай бір қолынан келетін жақсы ізгі, өзін дамытатын, өзін жетістікке жеткізетін жолға түсуге не қылады? Қорқып өмір сүреді. Сондықтан біз піл сияқты емес, әрқашанда әрекетке берекет, өмір сүретін адамдардың қатарынан болуды Алла нәсіп етсін дейміз. Баршаңызға сәттілік, күндеріңізге сәттілік.